Сәлеметсіздер ме, балалар? Отыра қойыңдар. Балалар, біздің бүгінгі сабағымыз өзі ерекше сабақ. Бәрін аппақ болып, әдемі болып келіп көрсіңдер. Сабаққа бүгін өте жақсы дайындап келіп деп сенемін сендерге. Бүгінгі сабағымыз өзіміздің бұрынғы өтіп жатқан дененің агрегаттық күйлерін біз ары қарай жалғастырамыз. Жалпы жылу тарауы бойынша. Кәнекей тұра қойыңдар, бір-бірімізге жақсы тілекпен бастайық сабағымызды. Бір-бірімізге қарап тұрамыз. Алақанымызды біріктірейік. Кәнекей бірдей бір-бірімізге сабаққа сәттілік тілейік. Бүгін саған сабақта сәттілік тілеймін. Жақсы отырыңыздар. Міне балалар, жаңа айтып кеттім. Бүгінгі кезекшігім. Кезекші түгел ме балалар? Жақсы отырыңыз. Бүгін сабақта түгел екенбіз. Рахмет сендерге, бәрі сағат қалмай келгендеріңе. Бүгінгі сабағымыз тақырыбы қатты денелердің балқуы және қатаюы. Кітаптарымды алып, дәптерлерімді алып, бүгінгі күнді жаза беріңдер. 10 қазан, параграф 10. Қатты денелердің балқуы және қатаюы, балқу температурасы, меншікті балқу жылуы деп бүгінгі тақырыпты жазып қойыңдар. Жаңа тақырыбымызды бастамас үшін бұл өткен сабақта біз жалпы заттың агрегаттық күйлеріне тоқталып кеттік, оның алдында біз жылу мөлшері туралы білдік, температуралардың түрлері туралы барлығын қазір біз жақсы білеміз, сондықтан маған қазір мына формуланы қайталап жіберейік. Бұл қандай формула? Кім айтады? Кәне балалар, білек оқшандар бәрін білесіңдер ме? Айта ғой. Жылу мөлшері тең меншікті жылу сыйымдылығы, дененің массасы, температура айырмасы өте жақсы. Меншікті жылу сыйымдылығын қайдан аламыз? Отыра қойайық. Меншікті жылу сыйымдылығын аспан қай жерден аламыз оны? Кестеден аламыз, жақсы, өте жақсы. Әр заттың өзінің меншікті жылу сыйымдылығы бар. Бұны балалар мен неге айтып тұрмын? Қазір біз жаңа сабақтың өту барысында бұны айтамыз, еске түсіреміз. Келесі формуламызды жазайын мен. Кім айтады? Отынды жаққандағы берілетін жылу мөлшері. Q дегеніміз отынның жану жылуы. Бұны да қайдан аламыз? Қайдан білеміз бұны? Бұл да кестеде жазылған, әрбір заттың, әрбір отынның жану жылуы. Отыра ғой, жәнеке. Өйткені бұны білу себебіміз балалар. Бұған тоқталғанымыз өте көп. Жылдың қай мезгілі кетіп жатыр? Қыс мезгілі. Қандай отындар жағамыз? Көмір, ағаш, тезек жағамыз, дұрыс айтады. Қи жағамыз, өйткені ауылдық жерде бұл отынның бәрін біз жақсы пайдаланамыз. Өте жақсы балалар. Міне, қатты денелердің балқуы, қатаюы, балқу температурасы және меншікті балқу жылуы. Енді бұл заттың агрегаттық күйлері екен балалар. Бұл заттың агрегаттық күйлері. Енді кішкене осыған тоқталайын. Мына жерде заттың агрегаттық күйлері дегеннен кейін біз сабағымызға мақсат қойдық. Сабағымызға мақсатты қойып алайық. Бірінші мақсатымыз заттың агрегаттық күйлерін, қатты заттардың балқуын молекула-кинетикалық тұрғыдан түсіндіреміз. Заттың агрегаттық күйлерінің түрленуін күнделікті өмірден байқай отырып, проблемалық сұрақтарға жауап береміз, есептер шығару дағдыларын
дамытамыз, иә, есеп шығаруды біз білеміз, одан ары қарай формуланы пайдаланып есеп шығаруға үйренеміз. Үшінші, өзара сыйластыққа үйренеміз, ойымызды ашық айтуға жағдай жасаймыз. Бұл біздің мақсатымыз. Бізді сабақта осы мақсатқа жетуге әрине біз күш жұмсаймыз. Енді балалар, мынандай сұраққа маған жауап беріңізші. Бізді қоршаған орта не дейміз? Материя дейміз. Материя неден тұрады? Дене? Заттар тұрады. Заттар. Молекуладан тұрады. Молекулаға келіп тоқтаған. Барлық дене молекуладан тұрады деген. Бірақ молекуланың да ары қарай неменеге бөлінетінін білдік? Атом. Атомға. Атомның өзі электрон, протон және нейтроннан тұратыны қазіргі сендер былтырғы химия сабағынан білесіңдер, және физикада да біз оны білеміз. Енді жаңа біз айтып кеттік, дене заттан тұрады дедік, иә? Осы уақытқа дейін жаратылыстану сабағында да, басқа сабақтарда да, біз география сабағында, химияда өттік, өмірде жақсы пайдаланамыз. Дене қандай күйлерден тұрады? Зат қандай күйлерден тұрады? Зат. Қатты сұйық және газ тәріздес. Отыра ғой. Енді балалар көріп отырсыңдар ма? Тағы да 4-3 күй жаздым. Қандай күй? Плазма. Плазманы көру жай өмірде өзіміздің күнде пайдалана алмаймыз. Өйткені плазмалық күйде балалар аспандағы адамдарды өмір бойы қызықтырып келеткен жұлдыздар плазма күйінде екен. Бұны сендер басқа географияда, тарихта да, химияда да оқып үйренесіңдер. Енді қараңдар балалар. Қатты күйде біз өзіміз білетін тағы не бар? Мұз, қан түйшіктері, дұрыс айтады. Ұлдар, шылдар білмейміз ба? Қан түйшіктері, мұз түйшіктері, су, сұйық күйде, әрине су. Газ тәріздес күйдерде, бу. Иә, су қайнаған кезде бу айналады. Және плазмада міне балалар қараңдар, жұлдыздардың, жанып жатқан жұлдыздардың плазма күйінде екені. Жақсы. Енді осының ішінде біз жаңағы өтіп жатқан тақырыбымызға байланысты қатты заттарға қатты тоқталамыз. Қатты заттар екі түрге бөлінеді екен. Амор және кристалл. Иә, мен оны өткен жолда айтып кеттім, сендерге біліп отырсыңдар. Кристалдық екі түрге бөлінеді. Монокристалдар, поликристалдар. Монокристалдар дегеніміз әдемі. Монокристалдар жүзіктің бетіндегі тастар. Әдемі, ал поликристалдар олар мұздар. Қисық болып жабысып қатар, бірақ ол өзінің ішінде кристалды тор құрайды. Міне, кристалдықтың өте екі түрге бөлінетін осыдан, бұл туралы біз 10-шы сыныпта жақсы бұл туралы үйренеміз әлі. Міне, екі сурет. Көріп тұрсыздар бұл суреттен, иә? Енді біз қазір айтатынымыз қатты дененің сұйық күйге айналуы, ал қатты заттың бірден газға өтіп кетуі де болады балалар. Оны сублимация дейді екен. Ол да өмірде бар. Мысалға, қысты күні міне от жаққанда үйдің іші не істейді? Жылынады, иә? Жылынады. Сыртта аяз. Сол кезде қардың қабыршақтары терезе жылы ғой. Келіп, не істейді? Газ күйінде әдемі бізге терезеге ою салатын осы сублимация әсерінен тереземізде бізде қатты әдемі оюлар, иә, дұрыс айтасың, қырау тұрады екен. Дұрыс. Енді өмірде аморф денелер бар балалар. Аморф денелер деген қандай денелер екенін айтайын. Аморф денелеріміз қолымызға ұстаған кезде еріп балқып кететін заттар. Ондай заттар бар ма? Қандай? Пластик деген дұрыс айтады. Тағы дұрыс айтады. Балауыз шамды жаққанда оқи сайын аға бастайды, иә балдар? Қоюлар. Резина. Жақсы. Аморф денелер туралы білеміз. Ал кристалл денелер дегеніміз жаңағы өздерің айтқан қар түйіршіктері, жаңағы, иә, мұз деді, иә. Енді біз осыны молекула кинетикалық теория тұрғысынан түсіндірейік. Тақтаға мен сызып көрсетейін. Мысалға, кристалдық тор дегеніміз өте әдемі немене? Молекулалардың өте әдемі, бір-біріне жақын орналасуы, иә. Ал сұйық күйінде бұған біз температура бергеннен кейін, иә, бұл не істейді? Иә, молекулалары не істейді? Ағашқа ашыла бастайды, иә. Газ күйінде бұл тіпті
алшақтап кетеді бір-бірінен. Міне осы үш күйде бола алатын бір зат бар. Су. Дұрыс айтады. Осы үш күйде бола алатын бір зат бар, ол су. Міне табиғатта үш күйде бола алатын зат ол су. Қатты күйде ол мұз, сұйық күйде ол су, және бу күйінде ол газ тәріздес күйде ол бу. Енді балдар қалай деп ойлайсыздар? Молекула-кинетикалық теорияда, молекула-кинетикалық теорияның ең негізгі қағидасы ол немен еді? Молекула ең кішкентай бөлшек. Олардың арасында тартылыс, иіліс құбылысы бар. Міне, олар үнемі хаосты қозғалысы дегенді 7-ші сыныпта молекула-кинетикалық теорияда айтып кеткенбіз балдар, естеріңізге түсіре кетейін. Міне, жаңағы кристалл дене, қатты дене. Енді оған біз не бердік? Температура бердік. Ол кезде мына кристалдық тор балдар бұзылады екен. Сырттан келген энергияның әсерінен кристалдық тор бұзылады. Бұзылады да, мына әп-әдемі болып тау сияқты әп-әдемі ойып тұрған кристалдық тор бұзыладыдағы дене не істейді? Су айналады. Су туралы, мұз туралы айтса, ол не істейді? Су айналады. Тәтті температураны күшейткен кезде молекулалардың арасындағы не істейді? Кристалдық тор бұзылады балдар. Яғни оның ішкі энергиясы өзгереді. Басында ол кинетикалық энергиямен тұрды ғой, енді оның потенциалдық энергиясы артады. Міне, дене бөлшектерінің қозғалысы өзгергеннен кейін оның потенциалдық энергиясы артады. Міне, артады. Осы туралы білгендерің дұрыс. Енді біздің өзге негізгі тақырыбымыз қатты дененің сұйыққа айналуы ғой, балқу. Балқу заттың қатты күйден сұйық күйге өтуі. Дәптерімізді алып, осы анықтамаларды жазып қояйық. Балқу қатты заттың сұйық күйге өтуі. Яғни бұл немене болады? Балқу. Енді сұйыған денеге біз қатты денені сұйылту үшін не бердік бұған? Температурасын бердік. Температура бердік. Енді температура азайды. Ол не істейді жаңағы? Балқыған денеміз. Қайтадан қатаяды. Бұны балар кристалдану дейді. Bunu kristaldan. Жаңа өздерің айтып жатсыңдар. Дененің қатты денені балқу температурасына жеткізу үшін, балқыту үшін оған не береміз біз? Температурасын, энергия береміз. Энергия. Қараймыз енді. Мынау кестеге қарайықшы балалар. Осындай кесте сендердің жаңағы біз бұрында да қарап отырған кітаптардың 291 бетіндегі кестеде бар, ашық қоюлар бар. Енді тақтаға қарайық балалар. Діназ оқылғыш 6 қай температурада балқиды? Міне. 1064 градус Цельсийда. Кім? Асылхан? Мыс ше? 1085 градуста деген сөзді қосып айт. Натрий ше? 98. Жасесің, қорғасы қанша градуста балқиды? 327 градуста. Алюминий ше? Шымболат, платина ше? 1707 градус. Орыннан тұр. Вольфрам ше? 3000 градуста балқиды екен. 3000 градуста. Балар, вольфрам қайда бар деп едім? Бұрынғы энергиялікпен сабақта айтып едім ғой. Вольфрам деген сым. Қайда бар? Неге ол 3000 градуста балқиды? Тоқтарда ма? Энергияда. Лампының ішінде сым ғой балдар, сондықтан да 3000 градуста балқитын болғандықтан біз оны өмірде көп қолданамыз. Отырады. Түсінікті ме балдар бұны? Яғни әр заттың өзінің балқу температурасы бар.
Әр заттың өзінің балқу температурасы бар. Қатаю немесе кристалдану заттың сұйық күйден қатты күйге өтуін мен тақтаға жаздым. Қатаю температурасы заттың қатаятын температурасы. Зат қай температурада қатайса, сол температурада балқиды екен. Міне бұл осы тақырыптың ең маңыздысы бала. Яғни қай температурада балқиды жаңағы көрсеткен кестеден, сол температурада қатаяды. Бірақ жаңағы затты, қатты затты балқытқан кезде біз оған не береміз? Әлихан, біз оған не береміз? Энергия береміз. Енді ол суыған кезде энергиясы қайда береді? Бізге береді, ортаға береді бала. Сол екеуі тең болады. Қу бір, тең, қу екі. Енді осыған дейін денені қыздыру үшін меншікті жылу символын пайдаландық. Отынды жаққан кезде отынның жану жылуын пайдаландық, иә? Ку. Ендеше балалар, осы тақырыпқа байланысты біз заттың, қатты заттың балқу жылуын жазамыз. Ол лямбда әрпіне белгіленеді. Лямбда жазып қойыңдар ұмытпасын. Лямбда деп жанына. Лямбда әрпіне белгіленеді. Жылу мөлшерін берілген заттың массасына бөлу арқылы табылады. Өлшем бірлігі. Кім айтады? Кудікі? Джоуль. Бір джоуль. Массанікі килограмм. Яғни, бір джоуль бөлген килограмм екен. Ділназ оқиғыш? Заттың балқу жылуы есептеу формуласы Q тең лямбда көбейтілген масса. Бұнда? Лямбда заттың меншікті балқу жылуы минус 1 килограмм, қатты затты балқу температурасында сұйыққа айналдыру үшін жұмсалатын жылу мөлшері. Отыра бір. Тағы кім оқиды? Назир оқышы. 1 килограмм дегенімізді. 1 килограмм қатты затты балқу температурасында сұйыққа айналдыру үшін жұмсалатын жылу мөлшері. Балқу температурасында деген сөз ерекшеленіп тұр. Көріп тұрсыңдар ма? Отыра бір. Балқу температурасында. Түсініп тұрсыңдар ма? 1 килограмм затты балқу температурасында сұйыққа айналдыру үшін жұмсалатын жылу мөлшері. Түсінікті ме? Яғни мына формулада біз істейміз жылу мөлшерін жазамыз. Бізге енді ылғида 1 килограмм емес, бәріне килограмм беріледі ғой, бірнеше килограмм, 5 килограмм темірді балқытамыз, 3 килограмм қорғасынды балқытуымыз мүмкін. Бәрінен тонна темірді домна пештерде балқытып, мынау шығып жатқан машиналарымыз, тепловоздарымыз, темір жолдарымыздың барлығы сол балқытқан немене болды? Темір отқа айналды. Міне сол үшін не істейді? Дене массасы берілген меншікті балқу жылуына көбейтеміз. Міне балаларына бүгінгі біздің өткен жаңа формулаларымыз жазылды. Енді мына жерде балдар бізге мұздың балқу және қатаю графигі берілген. Жаңа айтып кеттім сендерге. Зат қай температурада балқыса, сол температурада қатаяды. Енді бұл осыны тақтаға жазып көрсетеміз. Жазылады қой? Міне тақтада тұр. Не демізде тұр? Көрініп тұр, сызылған не? Мұз графикті екі шаманың ортасында алайық. Мынаны температура градус, бұл еміне уақыт минутпен берілген, секундпен берілген. Қай градустан басталыпты? Минус 20 градустағы мұз екен. Минус 20 градустағы мұз. Мына жерде төмек жақтан алыпты, мен бүйтіп ала берейін. Енді балдар қараңдар.
Мұз қай градуста ериді? 0 градуста. Міне, мына жерден 0 градусқа алып келем. Міне, 0 градусқа. Осы 20 градустан 0 градусқа дейін. Мына жерде 10 секунд, мына жерде 20 секунд берілген, иә? Міне, бір қандай да бір 2 секундтың ішінде дейікші, мұз ериді 0 градусқа дейін. Жаңа не дедік? Балқа, дұрыс айтады. Қандай температурада қалды, сол температурада ериді, сол температурада қалады балдар. Міне, қараңдар. Міне, бысы аралығы. Көріп тұрсыңдар ма? Енді ол бысы аралығынан сынып төске келгенде не істеген қайтадан температураны 40 градусқа дейін көтерген. Міне, қараңдар. Мынау балқу температурасында қалды, одан кейін біз оны қайта 40 градусқа дейін көтердік. Сонда мына жерде міне жаңағы -20 градустағы мұзды ерттік қой, иә? Сол кезде біз мына формуланы, қыздыру формуласын пайдаланамыз. Қыздыру формуласын пайдаланамыз. С, айта беріңіз. Ал енді қайтадан қыздырған кезде, қайтадан қыздыра бастадық қой. Сол кезде біз Q лямбда М. Сонда біз мына есепті шығару үшін -20 градустан 40 градусқа дейін көтеру деген кезде біз мына формуланы пайдаланамыз. Балдар, қараңдар. Q T2 алып 1 қосу, иә, лямбда М. Міне. Енді отты тоқтаттық. Не істей бастайды енді? Суи бастайды. Су өзінің нөлдік температурасына келді. Не істейді? Соқ алдында қалады. Температураны одан сайын төмендетеміз, қайтадан өзінің қалпына келеді. Иә? Сонда мына жерде ол не істеді? Біз бұған температураны келген кезде ол энергияны өзіне жинады. Енді мына жерде ол ортаға берді балдар. Қараңдар. Сол кезде мына формула былай өзгереді. Мына таңбаны не істейміз? Өзгертеміз. Мына таңбаны өзгертеміз. Енді қайтадан не істейді? Мына формула жазылады. Сонда жаңағы температураны беріп энергияны біз оған жұмсаған кезде, иә? Оған жұмсаған кезде жылу мөлшерін табатын болсақ, мына формуланы пайдаланамыз. Ал енді жылуын бізге берген кезде формула былай өзгереді. Минус. Түсіндіңдер ме? Дінәс минус таңбасын жазамыз. Міне. Мынау яғни заттың алған энергиясы, мынау бізге берген энергиясы. Екеуі тең, таңбасы ғана қарама-қарсы. Өйткені мына жағдайда энергияны ол алады, мына жағдайда ол энергияны ортаға береді. Жақсы. Мына суретте балалар сол көрсетілген. Жақсы, ары қарай кеттік. Жаңа бұл туралы айттық. Енді мынандай сұрақтарға кәлем жауап берейік. Қар жауған кезде ауаның жылынып кету себебі неліктен? Міне бүгін боран соқты, аяз болды, ертеңге қар жауып еді, жаңағы күн жылып кетті. Бұны бала сендер география сабағынан білесіңдер. Шын болат осы географиядан жақсы дейді, айтыңызшы бұл. Төбедегі суық ауамен төмендегі жылы ауа екеуінің соғысып дейсіз ба? Табиғаттағы жылы ауа мен суық ауа араласқан кезде қар жауады екен. Әрине ол кезде аяз сынып күн жылынады. Шын болады, ойымды дұрыс жеткізген. Сынап қай температурада кристалды айналып, жаңа кім көріп қалды? -39 градуста, дұрыс айтады. Химияда да бар, жаңағы неде де көрініп тұрды, иә, кестеде. -39 градуста, өздерінің кесте кітаптарында да бар. Түнде ай бетінің температурасы -770 градусқа дейін төмендейді. Осы температураны сынаппен спирт термометрмен көрушіге бола ма? Жоқ, болмайды, себебі термометрде ондай градус жоқ. Бар ма термометрде мынада? Иә, термометрді біз қайда қолданамыз? Өзіміздің дене температурамызды өлшеу үшін қолданамыз. Бөлменің температурасын өлшеу үшін қолданамыз. Бізде бөлмелер тұр. Даладағы суға
температурасы. Оның түбіне не салынған балалар? Не болды? Сынап және спирт. Жақсы. Алюминий ыдыста мыстық қорғасында балық тұру мүмкін бе? Жоқ, мүмкін сөйткен алюминий өзгеріп алюминий өзгеріп кетуі мүмкін дейді. Неге балалар? балқу жылуы анадан аз. Балқу температурасы шығар, иә? Үшеуінің балқу температурасы әр түрлі. Біздікі аздау, сол бірінші еріп көрсетеді. Жақсы отырып. Енді қазір балалар, кітаппен жұмыс істейік, кішкене кітапты аша қойыңдар. Кітаптарында балқу процесінің графигі деген бөлімі бар. 63 бетті ашыңдар. Бәріміз қарап отырамыз. 39 суретке қарайықшы балалар. 39 суретке. АБ. Мен 20-дан басталған. Қаншаға келіп тоқтаған? 80-ге келіп тоқтапты. Айым. Неге 80-ге келіп тоқтаған? Қандай зат дейді ол? Кітабында тұр. Нафталин, міне балалар, балқу температурасы кестесін пайдаланып заттың нафталин екенін көрдік. Кестеде ол нафталин. Кестеге қарап отырды. 80 градуста. Енді бысы мен сыдыға қарайдыш. Неге ол тоқтап қалған? Жәнеке, неге тоқтап қалды 80-ге келіп? Себебі ол сол температурада қалып. Балқу температурасында қалып, ояқтағы немесе график дұрыс айтады, бір қалып деген. Келесі 40 суретке қарайдыш. 40 суретке. Массалары бірдей. Қорғасын қалайын балқу графигі. Жас сезім. Екеуінің мөлшер алған, екеуі де 1 килограмм болуы мүмкін. Графикқа қара. Қайсы жылдам балқыған екен? Қалайы ма? Қорғасын ба? Қорғасының балқу температурасы қаншасын? Қорғасының балқу температурасы 327. Ал? Қалайы ендеше қайсы қалайы жылдам балқыған екен? Бірі қарайдар балалар. Қарайдар. Яғни бұдан қандай қорытындыға келеміз шыңғылар? Әр заттың өзінің балқу температурасы. Ол балқу температурасында қалғаннан кейін ол көтеріле ме жоғары қарай? Көтерілмейді. Балқу температурасында қалды. Егер оны біз ары қарай тағы да тіпті сұйық күйге айналдырғымыз келсе, біз оған не істейміз? Отынын көп етеміз, көп энергия береміз. Бірақ ол өзінің балқу температурасынан өзгермейді. Бұл бізде өмірде бар балалар. Қазақ енді қыс келе жатыр, не соямыз? Соямыз. Етті күнде асамыз. Мамаларынан мынандай құбылысты байқадыңдар ма? Ет қайнады ма? Кастрюль қайнады ма? Деп сұрайды. Көбі күн алаттан не істейді? Оттың астын. Неге? Себебі температура 100 градустан аспайды. Дұрыс айтады. Су 100 градуста қайнайды, одан кейін ол көтеріле ма? Көтерілмейді. Оның астында қанша отын берсек те, ол сол 100 градуста қайнай береді. Сондықтан оның отын бәсеңдетіп, етті баяу отта пісіріп аламыз. Міне балалар, бұның барлығын біз өмірде көріп жүр екенбіз, өмірде пайдаланып жүр екенбіз. Енді біз осы өткен тақырыбымызға байланысты балалар есепке шығарайық. Қазір тақтада берілген бір есепті қазір. Міне, есеп берілген массасы 2 килограмм мұз 0 градустан 100 градусқа дейін біз оны не істеуіміз керек? Көтеріп, қайнатуымыз керек. Мұздың меншікті балқу жылуы берілген. Судың меншікті жылу берілген. Қандай жылу мөлшерін алатынымыз формулалар берілген. Осы есепті қазір тақтаға тоғжан шығара қой. Тоғжан шығара қой. Кім асыл? Сен кітаптағы бірінші, екінші, 8-ші жаттығым екен, соны дайындалу екен, сен шығасың. Әйтпесе, кім асылым? Сен мына жерге шығара берші, тоғжан, сен мына жаққа шығаршы. Өйткені сен берілгенді жазбай ақ қой. Формуламен шығара бер. Асылым келе ғой. Екінші есеп. Барлығымыз кітапты ашамыз, дәптерімізді ашамыз, жаттығуды жазамыз. Бірінші тоғжан тілін жазыңдар, сосын асылым тілін жазасыңдар. Кәліпте.
To'g'ri, men aytib turay. Bu bir teng lambda ko'paytirilgan m berilgan. Tak, lambda san ko'ring. 3,4 ko'paytirilgan 15 derece joule bo'lgan kilogram. Aslında sen kitabını okuda sözde berilgan jazayı so'z men tekshiradim. Temperaturasi menga O'zini ishdan o'qiydi. Tak, ko'paytu massasi 2 kilogram ekan. Massasi 2 kilogram. O'lchamlikni qisqartirib to'g'ri söyleyiniz. Qancha chiqdi? Kubir qancha teng bo'ldi? Kubir 6,8 ondan ko'yilgan 13 derece. Joule. Endi o'zida qalay qilib yoziladi? 13 derecesini. Kilojoule deb yozib oladi. Jazib chiqarib ketsin. Qo'yib teng. Qizdiruvga ketgan joule mөлшерінің формуласini chiqarib. Meşhur joule siyimdiligi 4,2 ko'paytirilgan 13 derecesi joule bo'lgan kilogram gradus o'lchab yaz bo'lgan. Joule bo'lgan kilogram gradus ko'paytu diniy massasi yana bilesizlar 2 kilogram. Çok temperaturalar ayırması var. 0 gradus ve 100 gradus aralığında. 100. Yaxşı. Törpütünü odan ekle gibi. Kaç aşağıda? 8,4 8,4 civarı kuvvetli. Bizde iyi. 3 derece 100 derece 2 derece 5 derece olur. Ya. Aşağıda. Kuvvetli onun 8 derecesi joule. Nemesi standart var. Onun 5 derecesi kilojoule. Şimdi kaydedeceğiz. Жақсы, тоже здраво. Реально жерде бір көбейткенде жақсы деп, жақсы, здраво. Астының есебінде оқыңызшы бұны. Температурасы минус 20 градус, температурасы 20 градус, массасы 5 килограмм, су болуы қанша мөлшері тереңдігіне жетеді. Минус 20 градустан плюс 20 градустан плюс 20. Ana işte ting belirlemiş. Beraber sokakta. Ting belirsin. Teng 5 kilogram. Berilgen demiş. Berilgen mi?
Тең. Өйткені мен 320 мен 320 балыр айырған. Не істеді енді? Тоқтай тұр. Си системасына Системасы өзгермейді. өзгермейді. Өйткені Си системасында берілген екен формулалар жаздым. Қандай? Әуелі не алдың? Меншікті жылу сыйымдылығы. Жоқ, әуелі меншікті жылу сыйымдылығы бар формуланы неге алдың? Жылу мөлшері тағышы. Минус 20 градустан 0 градусқа дейін істеу керек еді оны. Қыздыру керек еді, сол үшін алдым формуланы. Бағана мен жазған формула балар. Айттым ғой, қыздырған кезде екі формула пайдаланамыз дейді. Дұрыс, ақыл, өте жақсы, өте жақсы. Жазады. Өте жақсы, дұрыс орындап жатсың. Кәне енді есептің берілген шешіміне қарайық балар. Қарайықшы. С тең 4,02. Дұрыс. Массасы 5 килограмм. Температуралар айырмасын алдың. Жаз. Қашаша. Çenet sен қазір біріш есеп беріңіз. Ауызша орындайсыз ба? Бірінші есеп беріңіз. 100 килограмм. Темірдің лямкасын тауыңыз. Кестеден. Жазып өзіңіз. Лямкадан жазылып, 100 грамм темірді көйлесіңіз. Екінші, сөйле. Екінші не істеп жатсың? Екінші қол екінен табылды. Ол үшін нені пайдаланды? Мұздың балқу жылу. Жақсы. Енді екеуін қосасың. Сегіз қырық қосу. 170. Қаша? Көбейтілген. Оның неше дәрежесі болады? Жақсы. Егер оның 3 дәрежесін алып тастасақ килоджоулы, оның 4 дәрежесі килоджоулы. Жақсы, өте жақсы. Отырам. Балар, енді осындай есептерді, мынау біз 2 жылу мөлшерін тауып тұрмыз, қосып тұрмыз. Бұл енді әрине дәптерге кәдімгідей есептеп шығару керек есеп. Ал егер 10 килограмм массасы қорғасын берілсе, өздері ұлдар әсіресе қорғасынды балықтық асыққа құйдық па? Құйдық қой жылдан бері. Сонда осындай есептерді ауызша шығара аламыз ба? Мысалға, шын болады, 2 килограмм қорғасынды ертетін болса, не істейсің сен жылу мөлшерін табу үшін? Қорғасынның кітаптан қарайсың. Қорғасынның меншікті балқу жылуына не істейсің? Көбейте саласың. Кім? Жанеке, осындай есеп нөмірі бірінші қарай қош, оқи қош. Балқу температурасында тұрған 100 килограмм көмірді темірмен балқыту үшін қанша жылу мөлшері қажет болады? Темірді ма? Иә. Темірді. Ал осы есепті қалай шығарар едің? Ауызша шығаршы кәдімгі. Не істейсің ол үшін? Кітаптың аттағы кесеге бар. Не істейсің? Темірдің температурасын меншікті балқу жылуын таппайсың ба? Қанша екен ол?
27'de көбейтілген одан Таптың ба? 27 көбейтілген Оның Иә, ал 27 көбейтілген оның 4 дәрежесі жол бөлінген килограмм. Осыны не істейсің? 100 килограммға көбейтесің. Міне, сонда 100 килограмм темірді балқыту үшін қанша жылу мөлшері кеткендігін табасың. Отыра ғой. Балалар, енді тақтаға қарайықшы. Тақтаға қараймыз қазір. Маған мына сұрақтарға жауап бермес бұрын бүгін біз қандай тақырыпты өттік? Заттардың балқуы және қатаюы. Балқу, меншікті балқу жылуы және сол заттың қатаюы, балқу температурасын оқып үйренді. Иә, жақсы. Енді кім заттың қандай күйгені білесің, айтқан? Қандай күйгені? Тұр. Қандай күйгені? Жоқ, өзің бетін үш күйді адашы. Қатты сұйық, Отыра. Төртінші күйі қандай дедік? Плазма. Ол бізде өмірде қазір бар ма? Көре аламыз ба? Көре алмаймыз, бірақ көре алмаймыз. Плазма дедік, иә, жақсы, отыра ғой. Энергияның қандай түрлерін білеміз? Тоғжан, энергияның қандай түрлері бар? кинетикалық, потенциалдық. Жақсы. Кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияны қосылса нені береді? Қандай энергияны береді? Тұра ғой. Жоқ. Потенциалдық энергия мен кинетикалық энергияның қосылысы қандай энергияны береді? Ішкі энергия. Отыра. Қалай ұмытып қалдық балалар? Молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидасы. Молекулалар ең кішкентай мөлшер. Олар үнемі қауысты қозғалыста болады. Дұрыс, міне бұл молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидасы. Балалар, енді бүгінгі сабақты қорытындай келіп, мына үш сұраққа үш оқушы жауап берсінші. Кім жауап береді? Мен бүгінгі сабақта өзім үшін. Кім айтады? Өзің үшін не алдың? Кім болады? Кім Асқан? Не алдың өзің үшін осы сабақта? Плазма екен, иә? Төртінші күйдің плазма екенін білген. Жақсы. Шын болады? Мен бүгінгі сабақта ұнаған ең? Сұрақтарға жауап беру. Тағы? Есеп шығару ұнады, иә? Не үйрендің? Не білдің? Формулаларды, лямбда. Лямбдадан, өте жақсы. Мен мынандай ұсыныс айтар едім, кім жауап береді? Сен айта қойшы. Жанерке. Мен лямбда формулалар туралы және де жылу мөлшерлері туралы ары қарай білгім келеді. Тағы да есеп шығарып үйренгілерің келе ме? Жақсы. Есеп шығарып үйренгілері келеді. Міне балалар, сабақты қорытындылай келе балалар. Біз осыған дейін жылу мөлшерін, меншікті жылу сыйымдылығын, отынның жану жылуы дегенді үйрендік. Енді біз жаңадан заттың меншікті балқу жылуын білдік. Оның температураға тәуелді екенін білдік. Балқу температурасындағы зат қатаюда тура сол температурада қалатынын білдік. Иә балалар, енді біз келесі сабақта зертханалық жұмыс жасаймыз. Мұзды ерітіп, оның бағана сыздық қой график, соның қалай жүретінін зертханалық жұмыста жасаймыз. Осы есептерді жалғастырамыз. Үйде 10-шы параграфты оқып келеміз. Дәптерлерді ашып, күнделіктерді ашып жазып алыңдар. Параграф 10-ды оқимыз. 8-ші жаттығудың үй тапсырмасы белгісі бар жері бар ғой? Сондағы 2-ші, 3-ші есепті шығарып келеміз, балалар. 2-ші, 3-ші есепті шығарып келеміз. Қарайықшы. Нешіш бет? 6 бет. Аха. Есепті шығарамыз. Айырмашылығы жоқ. Жаңағы сыныптағы есептерге ұқсайды. Одан кейін баларымыз қайнау, меншікті булану жылуын өткіземіз. Ол да осы параграфқа ұқсас. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Жақсы, келесі сабаққа да жақтар дайындалып, есептерді шығарып, осы жаңағы
сыныпта шығарған есептерге ұқсайды. Балалар есеп шығарда қиналмайды деп сенемін сендерді. Сабақ аяқталды.